Сәлем. Бүгін бізде жаңа кітаппен танысу болады, және де бұл кітаптан кейінгі алған әсерім жайлы бөлісетін боламын. Бүгінгі кітап бізде Виктор Франклдың кітабы «Өмірден мән іздеген жан». Егер де сіз өзіңізді шүкірсіз халде жүрген болсаңыз, шүкіршілік или болмаса бір көңіл күйіңіз болмаса, өмірге налынып жүрген болатын болсаңыз, онда осы кітапты оқуға кеңес беремін. Мына кітапты оқыған адамның әрқайсысы шүкіршілігі артады, міндетті түрде. Мен бұл кітапты оқыған кезде өте қатты әсерге бөліндім десем де болады. Бұл соғыс кезінде жазылған, соғыс кезінде соғыстың дәмін көрген адамның қолынан шыққан еңбек. Енді өзі Виктор Франкл өзі негізі дәрігер ғой, сол ғылымды оқыған, сол білімді алған, онымен қоса қатар психологта да, психотерапевт деп айтуға да болатын шығар. Бұл кісі адамдардың солай болмыстарын зерттеп жүретін кезінде соғыс басталады, бұл кісі еврей болып табылады. Негізі ұлты еврей. Сіздер білесіздер, немістер еврейлерді қатты жақсы көрмеген, тіріде былай айтқанда газға неғылған, жандырған, шаққызған, айтады да, мысалға, сонда атақ даңқы бар кісі болып жүрген ғой. Сол заманда, соғысқа дейінше Америкаға шақырған екен бұл кісілерді, сөйтіп бармай қалады екен. Шақырған кезінде бұл айтады, мен ата-анамды жалғыз қалдырып кете алмаймын дейді. Әйелі болады, бірақ бала шағасы болмайды. Ата-анамды жалғыз қалдырып кете алмаймын дейді да, ата-анасына деген махаббатпен қалып кетеді. Қалғаннан кейін енді азап көреді ғой, қаншама азап көреді. Өзін бір жаққа, әйелін бір жаққа, ата-анасы басқа жаққа алып кетеді. Сонда лагерде жүрген кезде, получается, 4 жыл соғыс, егер 4 жыл болатын болса, 4 жыл бұл лагерде жүрген, концлагерде, ол жерде қатты кроват болмаған, қатты тақтай, бір неде, получается, бір бөлмеде қаншама адам жатқан. Бұның барлық даныларын бар осы кітапта келтірілген. Ешқандай жылу жоқ, ешқандай тазалық жоқ, жуындырмайды, тіптен болса бит бастары биттеп жүре берген, атымен атамайды, номер беріп қойған деген секілді, жай ғана номерсің дейді да ол жерде. Сонда айтады да, мен қаншама рет өлімнен аман қалдым дейді да. Өлімнен аман қалдым, бірақ өздігімен өлгендер де болды дейді. Яғни сол жердегі тоқтарға, мысалы, бұл өмірдің мәніне не істеймін, сонша қорлық көремін ба деген секілді барып өздерін тоққа нететіндей, сондай қиын болғанда, енді сол кезде өте қиын. Осы кітапта лагердегі болып жатқан оқиғаның ашып жазбайды, кішкене жазғанның өзінде сен сезінесің. Сол кездегі болған нәрсені сезінесің. Себебі кітапта соғысқа арналмаған, кітапта сол соғыстан аман қалған адамдарға арналғанда, олар қалай аман қалды деген сұрақ болған ғой бұда. Сонда мынандай жауап келген ғой, не үшін өмір сүретін білген адам қалай дегізер? Не үшін өмір сүретін білетін адам қалай дегізер? Яғни, қалай сен аман қалдың дегендей да. Бұл не үшін өмір сүріп жүрген білді да. Ол жерде тамақ та болған жоқ. Сенесіздер ма, тамақ жоқ, ет жоқ, құр сорпа да, бірақ еті жоқ, ұнтағы жоқ. То оны 2 мезгіл ғана береді, бір нандай нан ғана береді, бір кусок нан ғана береді. Оны кусок нанды алып, кішкене қалып, қарны ашып өлейін деп атқандарға бөліп береді. Сондай адамдар болғанда, сол адамдар не үшін өмір сүріп жатқандарын білген. Сонда бір ғалым айтқан екен, адамдар туралы былай айтқан екен. Адамдар аштыққа, егер бүкіл тамақтарын бәрін алып қоятын болсаң, крыса сияқты болады деп, тышқан секілді бір-бірін жеп қояды, кеміріп қояды деп айтқанда, аман қалуымызға
не түрткі болды деген кезде бұл кісі өте көп болашағын визуализация жасай берген екен. Сол нәрсе оны алдыға жетелеген екен да. Бұл әйелінің қайда екенін білмеген, бірақ әйелі уже бұл уақытқа дейін өліп қалған. Сонда да әйелімен кездескен кезін, осы жердегі болып жатқан нәрселердің барлығын ертең күні мен студенттерге айтам, жаңағыда осындай білімдер берем, үстем, бүйтем деген адам, оның ішкі құндылығы оның өмір сүруіне энергия берген ғой. 4 жыл бойы, сенесіздер ме? Сонда 4 жыл бойы олар әбден күнде жатпаған ғой ол жерде, жұмыс алған, қысқы аязда симайтын аяқ киім берген, оны киіп, балшықтарды басып, пойыздың жолдарын жасаған деген секілді да, өте жаңағыда ауыр, айтуға сөз жетпейтін, мұнда бар ғой, сезіну керек. И мен мына кітапты өмірден налып жүрген адамдар оқыса екен деп көрсетіп жатырмын да. Өмірден налып, сол кезде шүкіршілігің өте қатты артады, өте қатты. Шүкіршілігің де, адамдарға деген құрметің де өте қатты артады да. Маған бұл кітап сондай нәрсе алып келді. Адамдарға өте жанашырлық, құрмет, адамдарды жақсы көру, адамдарды аялау деген, я. Редукционизм деген алдындағы балалықтан даналыққа деген кітапта өте қатты айтады. Яғни адамға заттай қарамау дейді да, жанашырлықпен таныту, жанашырлықпен қарау, я. Именно Виктор Франкл осы жаңағыдай логотерапияны ашқан кезде, логотерапия ғылымын ашқан осы Виктор Франкл болды. Сол ғылымын ашқан кезде именно жаңағыдай адамдарға зат ретінде қарамауды бірінші орынға қояды. Яғни ол алдындағы адам, пациент оған ақша бере ма, бермей ма, жұмысы жоқ та, бірақ барынша не қылып жатыр да, барынша оның жағдайына кіріп, оны проблемасын шешуге тырысып жатыр да. И сонда айтады, соғыс біткеннен кейін дейді, соғыс бітті дейді, біз жаңағыдай бостандыққа шықтық дейді, абдырап қалдық дейді. Енді ең қиыны басталды дейді да. Сонда соғыстың ішінде, соғыс болып жатқан кезде бұлар күнделікті жұмыспен қамтылды ғой, жұмыс жасалып жүрді ғой, то есть жұмыспен қамтылғанда жұмыс жасалып жүрді, жұмысқа жегініп жүрді, демалатын уақыттары болған жоқ, күнделікті біреулер бұларды басқарып жүрді. До такой степени сондай нәрсеге үйреніп қалғанда, тәні деп, жаны да басқасы да соғыс біткеннен кейін басталды деді ғой. Соғыс біткеннен кейін адамдар қалай өмір сүру керек екенін білмей абдырап, депрессияға кіріп, стресске кіріп, неврозға батып, сондай нәрселер болды дейді. Көбісінде мен соларға көмектескім дейді. Сол үшін де бұл кісі қанша өзіне қиянат жасаса да, қанша қиындық әкелсе де Германиядан көшпеген. Және де енді мен сіздерге кітаптың 1% беремін, 1% айтып тұрмын. Кітаптың 99%-ын сіздер өздеріңіз сезінсе екен деп, қалған нәрсесін айтқым келіп тұрған жоқ. Және де осы кітапты алып, оқып, әсерлеріңізбен бөліссеңіздер, астында қандай әсер алдыңыздар, не түрткі болды, қандай ой келді, не нәрсені өзгерттіңіздер, сол нәрсені астына жазып кеттіңіздер. Мен өзім кәдімгідей әр сәтті бағалай бастадым. Мен андай күйгелектенбейтін болдым, асықпайтын болдым, ашуланбайтын болдым, наоборот жақсы көруге тырысатын болдым. Сосын жақсы нәрселер көбірек істегім келетін болды да. Себебі білмейсің да қай кезде не болатынын ше. Бұл кісі де білген жоқ қой соғыс болатынын, бірақ ол адами құндылығын сақтап қалды да. Сол секілді бұл адами құндылықты неге сақтап қалды, қалай сақтап қалды десеңіздер, мына кітапта барлық жауап бар. Ал енді мен сіздермен келесі кітапты оқығанша сау саламатта болыңыздар деп тілеймін. Амандықта жолығайық, сау болыңыздар.